1960 жылдың 1 ақпанында афроамерикалық 4 студент Гринбросса қаласындағы Вульворт атты шағын дәмханаға кіріп, кофеге тапсырыс берді. Алайда даяршы қара нәсілді жігіттердің тапсырысын қабылдаудан бас тартып, дәмхананы босатуларын сұрайды. 4 қара нәсілді студент аталмыш дәмхана жабылғанша орындарынан тапжылмайды. Оларды қуып шығуға ешкімнің хақы жоқ еді. Келесі күні дәмхананың үстелінде тұнжыраған 12, үшінші күні 60 қара нәсілді отырды. Ал 4-ші күні олардың саны 400-ге жетті. Дәмхананы түгелдей афроамерикалық қара нәсілділер жаулап алды. Тіпті сыймағандары сыртта тұрды. Бұл жағдайға алаңдаған Вульворт басшысы дабыл қақты. Жағдай ушыға берсе, дәмхананы жабудан басқа амал қалмас еді. Осы жайттан кейін бүкіл елдегі афроамерикалықтар қарсылық білдіре бастады. Сөйтіп, ақш ғимаратында нәсілдік ережелердің күші жойылды. Ақырында 4 жылдан кейін, яғни 1964 жылы нәсілдік бөліктенудің көзін жойған атақты азаматтық құқық туралы заң бекітілді. Бұл түсіне, жынысына немесе ұлтына қарап кемсітуге тыйым салынған ақштың азаматтық құқық пен еңбек заңнамасы. Суретте дәл сол Гринброссада тапжылмай отырғандар әлемді 4 адам өзгерте алады.